Саламатсыздар ма оқушылар? 5-ші сыныпқа арналған қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Оқушылар, мына суретке назар аударыңыздар. Бұл суретте не бейнеленген? Әрине, бұл суретте сіздер біліп отырсыздар, саяхат туралы бейнеленген. Олай болса, біз бүгінгі сабағымызда саяхат және демалыс деп аталатын бөлімді бастайтын боламыз. Ал сабақтың тақырыбы саяхат таным бастауы. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары: тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Екінші оқу мақсаты: төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Оқу мақсатына қол жеткізу үшін бағалау критерийлерін назарға ұстаймыз. Бағалау критерийлері мәтін мазмұны негізінде қойылған сұрақтарға жауап береді, өзекті мәселелер бойынша өз ойын дәлелдермен келтіреді, мәтіндегі төл сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін қояды. Қымбатты білім алушы, суретке қараңыздар және сөздіктерді пайдаланып, төмендегі сөздердің мағынасын анықтаймыз. Ол сөздер саяхаттау, серуендеу, демалу, тынығу, туризм, экспедиция. Осы сөздердің қайсысы қай суретке сәйкес келеді екен? Сіздермен бірлесе отырып, қазір сәйкестендіріп көреміз. Бірінші суретке саяхаттау, екінші суретке экспедиция, үшінші суретке серуендеу, төртінші суретке тынығу, бесінші суретке демалу, алтыншы суретке туризм деген сөз сәйкес келеді екен. Біздер суреттегі сөздерді сәйкестендірдік, енді осы сөздердің мағынасына үңілейік. Алыс жерге аттанып, ұзақ мерзімге қыдырса, саяхат деп атайды екенбіз. Экспедиция белгілі мақсатқа көзделген саяхаттың бір түрі. Ол мысалы ғылыми, әскери бағытқа көзделуі мүмкін. Жақын жерге қысқа мезетте орындалатын болса, онда оны серуен деп атаймыз. Тынығу, жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру мақсатында бос уақытта немесе жұмыс арасындағы үзілістерде қимылдың барлық түрін күрт тоқтатып, босаңсып, тыныштық жағдайға көшу. Демалу, ағзаның әл-қуатын қалпына келтіру және жұмысқа қабілетін қайтару үшін пайдаланылатын тыныштық күйі. Туризм дегеніміз адамның бос уақытында, негізінен айтқанда жұмыстық не міндеттік мәжбүрлеумен емес, өз еркімен көңіл көтеру, яғни рухани қажеттілік бойынша басқа бір жерге ерікті саяхаттап, серуендеп баруын туризм деп атауға болады екен. Олай болса, осы сөздердің негізінде саяхат сөзіне тірек сызба қарастырып көрелік. Саяхат қыдыру, көрікті жерлерді көру, алыс жерлерге аттану, әлемді тану дегенді білдіреді екен. Қымбатты оқушылар, сіздер де осы саяхат туралы білімдеріңізді кеңейтіп, тірек сызбаны әрмен қарай жалғастырыңыздар. Тыңдалым мәтінін мұқият тыңдаймыз. Мәтін: саяхат белгілі бір аймақпен танысу және зерттеу мақсаттарымен іске асырылатын шаралар. 18-19 ғасырларға дейінгі саяхаттар әртүрлі елдердің табиғатын, халқын, тарихын және шаруашылығын зерттеу үшін жасады. Саяхат дала жағдайындағы географиялық зерттеулерді ұйымдастырудың бір түрі. Географиялық экспедициямен тығыз байланысты. Қазіргі таңда саяхат ауасы таза, табиғаты ғажап, таң қаларлық тарихи жерлері жеткілікті жерлерде демалып, қыдырудың бір түрі. Біздің елімізде саяхатқа шығып, аралап көретін көрікті жерлер ерекше көп. Сондықтан да әртүрлі жорықтарға қатысып, таңғажайып орындармен танысуға, тамаша адамдармен жолығып әңгімелесуге, дәстүрін танып білуге, еліміздің құпия қалалары мен ескерткіштерін көріп тамашалауға тілек білдірушілер саны жыл сайын көбейіп келеді. Осы тыңдалған мәтін бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер және өзекті мәселе бойынша да өз ойларыңызды білдіріңіздер. Бірінші сұрақ: саяхат деп нені айтамыз? Екінші сұрақ: адамдар 18-19 ғасырларға дейін қандай мақсатта саяхаттады деп ойлайсың? Қазіргі таңда ше? Үшінші сұрақ: саяхатты немен байланыстыруға болады? Төртінші сұрақ, соңғы сұрақ: біздің елімізге саяхатшылар неліктен қызығушылық танытады деп ойлайсың?
Бұл тапсырманың дескрипторлары. Сұраққа жауап береді, өзекті мәселеге өз ойын білдіреді. Сіздер мәтінді тыңдадыңыздар, сондықтан бұл сұраққа оңай жауап береді деп ойлаймын. Біздер өткен сабағымызда төл сөз, автор сөзі, төлеу сөз туралы білім алған болатынбыз. Ал бүгінгі сабағымызда осы төл сөз, автор сөздерінің тыныс белгілерін дұрыс қолдануды үйренеміз. Төл сөз бен автор сөзіне қатысты тырнақша, сызықша, қос нүкте, үтір, нүкте, леп белгісі, көп нүкте, сұрақ белгісі деген тыныс белгілер қойылады екен. Енді осы тыныс белгілер қандай жағдайда қойылады, соған назар аударайық. Төл сөз бен автор сөзінің орын тәртібіне, төл сөзді сөйлемнің хабарлы, сұраулы, лепті болуына қарай төл сөздің тыныс белгілері де әр алуан болады екен. Бірінші жағдай. Төл сөз автор сөзінен бұрын орналасса, төл сөз бас әріппен жазылып тырнақшаға алынады. Не алдынан сызықша қойылады. Егер ол төл сөз хабарлы сөйлем болса, соңынан үтір, сұраулы сөйлем болса, сұрақ белгісі, лепті сөйлем болса, леп белгісі қойылып, автор сөзінің алдынан сызықша қойылады. Бір мысал келтіріп кетейін. Тегінде адам баласы адам баласының ақыл, ғылым, ар деген нәрселермен озады деген ұлы Абай. Бұл жерде төл сөз тырнақшаға алынып тұр да, автор сөзінің алдына сызықша қойылған. Екінші жағдай. Төл сөз автор сөзінен кейін тұрса, автор сөзінен кейін қос нүкте қойылып, төл сөз не тырнақшаға алынады, не болмаса алдына сызықша қойылады. Оған да бір мысал келтіріп кететін болсам, Ахмет Жұбанов былай деген: әр халықтың ана тілі білімнің кілті. Автор сөзінен кейін қос нүкте қойылып, төл сөз тырнақшаға алынған, немесе төл сөздің алдынан сызықша қоюымызға болады. Үшінші жағдай. Төл сөз автор сөзінің ортасына орналасса, автор сөзінен кейін қос нүкте қойылып, төл сөздің алдынан не сызықша қойылады, не төл сөз тырнақшаға алынады да, төл сөзден кейін үтір, не сұрақ белгісі, не болмаса леп белгісі қойылады. Мысалы, Әйтілес қарт аттың құлағында ойнайтын жас кезіміз деп бастады әңгімесін. Бұл жерде төл сөз автор сөзінің ортасында кездесіп тұр. Төл сөзден кейін, автор сөзінен кейін қос нүкте қойылып, төл сөздің алдына сызықша қойылған. Және автор сөзінің алдына да сызықша қойылған. Төртінші жағдай. Автор сөзі төл сөздің ортасына орналасса, төл сөз тырнақшаға алынып, немесе алдынан сызықша қойылып, автор сөзінің алдынан да соңынан да сызықша қойылады да, төл сөздің екінші бөлігі кіші әріппен жазылады. Мысалы, осы бір тегін адам болмаған шығар, деді жалпақ балуан. Түнейік осы молаға. Бұл жерде автор сөзі төл сөздің ортасында орналасып тұр. Бесінші жағдайда, бір төл сөздің ішінде екінші төл сөз келген жағдайда, алғашқысының алдынан сызықша қойылып, соңғысы тырнақшаға алынады екен. Алға қарайда біздер осы төл сөз бен автор сөзіне қатысты тыныс белгілерімен жұмыс жасайтын боламыз. Сіздерге бүгін мынандай тапсырма дайындап келдім. Бірінші тапсырма: төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қойып жазыңдар. Дескриптор төл сөз бен автор сөзіне қатысты тыныс белгіні қояды. Бірінші: ертең ерте жиналыңдар, деді Ербол. Баратын жеріміз алыс. Екінші: саяхаттың екі түрінде де ел аралап, жаңа әсерлер аламыз ба, деп сұрады Перизат. Үшінші: Әйгерім, жалғыз саяхаттаудың арнайы тур арқылы топпен автобусқа отырып саяхаттаудың арасы жер мен көктей. Сіздер тыныс белгіні дұрыстап орналастырасыздар. Құрметті білім алушылар, сабақтың соңында сабаққа қатысты ойларыңызды мына плюс-минус қызықты деген әдіс арқылы жеткізулеріңізге болады. Бүгінгі сабаққа қатысты оң әсер еткен фактілерді, алған білімдеріңіз жайлы жазасыздар. Минусқа қолымнан келмей жатыр, немесе түсініксіз болып тұр деген ойларыңды жазасыңдар. Ал қызықтыға, оған өздеріңізге не қызықты болды, немесе не жайында көбірек білгіңіз келеді, соны жазасыздар. Орындаған тапсырмаларыңызды, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жіберіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.